Жеке тұлғалар үшін салықтық рақымшылық. Жеке тұлғаларға төленбеген салықтар үшін өсімпұлдарды есептен шығарады. Мемлекет басшысы пандемия кезеңде азаматтарды қолдауға бағытталған Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 2 шілдедегі номері 354-6 салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасының кодексін, салық кодексі қолданысқа енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы тиісті заңына қол қойды. Енді қазақстандықтар мүлік салығы, жер салығы және көлік құралдары салығы бойынша негізгі қарызды 2020 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша жеке шотында есептелген және төлеу күніне дейін есептелген өсімпұлсыз төлей алады. Бұған 2019 жылғы мүлік салығы мен жер салығы бойынша міндеттемелер жатпайды. Оларды 2020 жылғы 1 қазанға дейінгі мерзімде төлеу қажет. Есептен шығару үшін қарыздың негізгі сомасын төлеу жеткілікті. Өсімпұл автоматты түрде есептен шығарылады. Егер ағымдағы жылдың ішінде өткен жылғы салықтар бойынша негізгі борыш пен өсімпұл төленген болса, өсімпұл сомасы қайтаруға жатады. Ол үшін төлеу орны бойынша мемлекеттік кірістер органдарына өтініш беру қажет. Салықтық рақымшылықтың жүргізу мерзімі 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті салық берешегі бар барлық азаматтарды осы мүмкіндікті пайдалануға шақырады.